19 ғасырдың басында Ресейге тырысқақ ауруы келіп, 100 жылдың ішінде 8 рет ауқымды өршуі болды. Одан өліп кету мүмкіндігі жоғары деңгейде болған. Ресми дерекке сай 466 мың ауырған адам ішінен 197 мыңы өлген. Ал бұл ауруды ол кезде емдей алмайтын. Мұндай жағдай елді дүрліктіріп, халық тырысқақтың шығу тегі туралы түрлі қауесет тарата бастайды. Инфекция көбіне судан жұққандықтан, жұрт оны қасақана улап жатыр деп есептеген. Қызығы, дәрігерлерде дәрі мен түрлі уға қол жеткізу мүмкіндігі болғандықтан, мұны солар әдейі жасап жатыр деп есептеген. Вирустар мен әзәзілдер кітабында жазылғандай, өсек аяң көтеріліске ұласып, тобыр ауруханаларды қиратып, дәрігерлерді өлімші сабауға көшкен. Бұл есіңізге ештеңе салмай ма? Тех людей, которые увидят этих людей на улице, прям избивайте их, избивайте, бейте камнями, палками, чтобы люди перестали травить народ. Осылайша, Ресейде ұрып соғу мен жарақаттан 100-ден астам офицер мен дәрігер қайтыс болған. Бұл моральдық паника атты феноменнің жарқын мысалы деуге болады. Моральдық паника қоғамда бірдеңеге қатысты жаппай истерия туғызатын және таратудан тұратын әлеуметтік феномен. Оның ішіне иеология, қоғамның даму тенденциясы, адам немесе топты жатқызуға болады. Қазіргідей инфодемия уақытында бұл феноменнің не екенін және оған қалай қарсы тұру керектігін түсіну өте маңызды деп санаймыз. Сол үшін де мұны қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Бұл терминнің авторы феноменді алғаш зерттеген және оны 72 жылы халық әзәзілдері және моральдық паника атты еңбегінде сипаттаған әлеуметтанушы Стэнли Коэн болып саналады. Коэннің пікірінше, моральдық паника жағдай, оқиға, адам немесе адамдар тобы әлеуметтік құндылықтар мен мүдделерге қауіп төндіре бастағанда пайда болады. Коэннің жұмысындағы моральдық паниканы зерттеудегі негізгі кейсі 1960-70 жылдар аралығындағы Ұлыбританияда танымал болған екі жастар субмәдениеті, модернизм сөзінен шыққан модтар мен рокерлер арасындағы қарым-қатынас. Коэн екі топ бір-біріне қарсы емес еді және өштеспеген дейді. Алайда, кейін бір-екі модтар мен рокерлер арасындағы жаппай төбелестен соң, бақ бұл оқиғаларды асыра сілтеген, бет көрместей жау образын қалыптастырған. Сонымен қатар, бақ жастардың мінез құлқын моральдық құндылықтарға қауіп ретінде қарастырған. Ал кейбір медиа модтар мен рокерлердің өздерін Ұлыбританияның ішкі жаулары деп атаған. Нәтижесінде модтар мен рокерлерді тұтқындау көбейді. Ал ақырында екі топ бір-біріне шынымен-ақ қарсы бола бастаған. Коэннің пікірінше, шын мәнінде модтар мен рокерлер арасында болған қақтығыстар басқа да отырыстар мен футбол матчтарындағы жастардың қақтығысынан еш айырмашылығы болмаған. Бірақ британдық бақ бұл субмәдениеттерді теріс мінез құлықтың символына айналдырды. Шындығында тарихта моральдық паника жағдайы өте көп. Оның классикалық мысалының бірі ретінде орта ғасырлық Еуропада Мыстанды деп танылған адамдарды аңду, қудалауды айтуға болады. Моральдық паниканың басқа жағдайлары секілді, мыстандарды қудалауда шынайы ақпарат қамтылмайтын. Оған қарағанда, мыстандар мен жын-перілердің түрлі оқиғалары туралы брошюралардың таралуы маңызды рөл атқарған. Моральдық дүрбелеңнің басқа мысалдары еврейлерді қудалау, нәсілдік сегрегация, иммигранттарды жек көру, гомофобия мен гендерлік ерекшелігі бар адамдарды алалау, ксенофобия және тағы басқасын жатқызуға болады. 2020 жыл әлемдегі моральдық паниканың бұрын соңды болмаған биікке жеткен кезең ретінде есте қалуы мүмкін. Бұл ең алдымен коронавирус пандемиясымен және соған қатысты көп жалған ақпаратпен байланысты. 2020 жылы дезинформация біздің қоғамда көп негізсіз дүрбелең тудырды. Олар вакцина салу, вирустың өзі, жаңа технологиялар, донорлық, отбасын қорғау туралы заңдар. Коэннің жұмысын сынға алушылар уақыт өте келе адамдар ақпарат көзін таңдай және медиа контентті сыни тұрғыдан бағалай алады. Бұл моральдық паника қаупін азайтады деген алға тартады. Басқалары адам моральдық паника ықпалына еті өлген дейді. Өйткені қазір медианың асыра сілтеуі өте жиі кездеседі. Мұндай сын әрине өмір сүруге құқылы. Дегенмен, соңғы оқиғалар моральдық паника адамдарға әлі де әсер етуі мүмкін екенін көрсетті.